Gülmira Қасымқызының баяндамасында толық тұшымды сыбайлас жемқорлық мәселелері жөніндегі айтылып өтті деп есептеймін. Енді өзім мына адалдық алаңының жетекшісі ретінде және мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы республикалық қоғамдық бірлестіктің филиалының осы жердегі басшысы ретінде сосын мына қоғамдық кеңестері сыбайлас жемқорлық мәселелері жөнінде комиссияның төрағасымыз. Енді мына жердегі Аманат партиясының сыбайлас жемқорлық кеңесінің мүшесі ретінде осы сыбайлас жемқорлықпен үнемі айланысып жүрген жерден білім басқармасының жалпы сыбайлас жемқорлық мәселелерін алдын алуда жұмысы қанағаттандырарлық деп айтуға болады. Себебі қай уақытта да қандай жағдайда да ол кісілерге осы сыбайлас жемқорлық мәселе жөнінде мәселе көтеріп шыққан жағдайда ылғи уақытында жауап беріп, уақытында бірге комиссия құрып, сонымен жұмыстанып отырады. Оны енді атқарылған жұмыстар көп, оның бәрін айтып жатқан қажеті жоқ. Жаңа енді Гүлмира Қасымқызы өзіңіз баяндамада шет жағасын айтып кеттіңіз. Былтыр маусым айынан осы Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облыстық департаменті сыртқы талдау жүргізілді сіздерде. Сол сыртқы талдауды жүргізгенде көптеген заң бұзушылықтар анықталды. Жаңа өзіңіз 1,5-ына ғана тоқталып кеттіңіз де, бірқатарын айтпай кеттіңіз. Соған мен тоқталып өтсем, соған жауап берсеңіз, қандай шара қолданғаны жөнінде. Мысал ретінде Мұнайлы ауданында нөмірі 11 мектептің директоры мен бас бухгалтер тарапынан заң талаптары сақталмай, мектеп мұғалімдері мен қызметкерлеріне артық сағат қойып, негізсіз ақша аударып отырған белгілі болған. Яғни ол 19 жылы 6,8 миллион, 20 жылы 7 миллион, 22 жылы 17,1 миллион теңге негізсіз аударылған. Және сонымен қатар бас есепші өзінің жұмыстан басқа негізсіз 0,5 қосымша штат ашып, лаборант штатын өзіне жазып алып, соның айлығын алып отырған. Және ол аз дегендей сол екеуі бола тұра, отбасы банкінен 21 жылдары тұрақты түрде ай сайын оған төлемақы түсіп отырған анықталды. Міне осы мәселелер жөнінде. Және сонымен қатар жаңа бейнеу жайында өзіңіз айтып кеттіңіз. Ақтау қаласы білім бөлімінің нөмірі 11 мектебінде лицейінің бас есепшісі тұрақты түрде негізгі жалақыдан жоғары бір жылдың ішінде 63 миллион 838 мың теңге негізсіз қаражат аударған анықталған. Тағы да тоқталып кететін болса, Ақтау қаласындағы білім бөлімінің нөмірі 57-ші Ақбота бөбекжайының директоры бір жыл 4 ай ішінде өзінің туған сіңлісін еден жуушы етіп қабылдап 1 миллион 200 мың теңге негізсіз аударған анықталған. Сондай заң бұзушылық Құланды мектебінде де орын алған. Ол жерде 43 мұғалімге 3 миллионның үстінде заңсыз сыйақы төленгендігі белгілі болған. Міне осындай көптеген заң бұзушылықтарды енді мен жаңа айтып кеттім. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы атқарып жатқан профилактикалық жұмыстарыңызға қанағаттандық дегенмен, менің ойымша осы ішкі аудит жұмыстары ақсайтын сияқты білім басқармасынан. Соған осы кеңестің атынан ұсыныс беру керек сияқты, ішкі аудит жұмысын жандандыру жөнінде. Себебі мына айтылып отырған кемшіліктердің барлығы осы ішкі аудит жұмысының дұрыс атқарылмауы деп есептеймін, өзімнің пікірім екен. Менің айтайын дегенім осылар. Сонымен қатар енді бірнеше сұрақтарым бар, оны талқылауды осы жерден орға отырған екен қоя берсек болады шығар деп ойлап отырмын. Не болмаса тағы да сұрақ кетейін сразу. Гүлмира Қасымқызы жазып жатсыз ғой, да? Иә. Мынау білім беру саласындағы тамақтандырудың айналасында көптеген мәселелер көп. Көптеген халықтың арасында көп көтеріледі осы мәселе. Біз енді біздің адалдық алаңынан комиссия мүшесі қосылып, бірге комиссия шығып қарап жатырмыз. Соның өзінде де көптеген кемшіліктер анықталғанмен, сол жөнінде өзі тиісті дәрежеде жұмыс атқарылып атқарылмағандығы жөнінде куәсі болып отырмыз. Бұл жерде айтайын дегенім, көптеген жерде грамдарына жетіспейді. Содан кейінгі бір мәселе, бүгінгі таңда біздің анықтаймай отырғанымыз, сарымай деп жазады балдарға. Сөйтеді, ол сарымайдың нақты қандай құрамы, проценті айтылмаған. Біз жаңағы санэпидстанциядан сұрадық, олар да жауап бере алмайды. Бүгінгі таңда олар маргарин беріп отыр, бір жерге барсақ мысалы. Маргарин ол сарымайға жатпайды ғой. Бірақ сосын жаңа требованиясында қандай десек, ол жерде сертификаты болса болды деп жазылған дейді. Ал енді ол жерде майдың сертификаты деп мысалы көрсетіп отыр, ешқандай жауапкершілікке сұрай алмайсың, тарта алмайсың. Сондықтан осы мәселеге қандай да бір шара қолдану керек сияқты.
тиісті орынға жазу керек па, қалай қылу керек біліп отырған жоқпын. Бүгінгі таңда тиісті мәселе. Сосын жаңа бірнеше бір мектептен көптеген посудалардың сынықтары шықты. Оны біз енді жаздық, тиісті сіздерге де жаздық, енді ол орындалатын шығар деп ойлаймын. Бүгінгі таңда табылған жоқ кемшіліктер. Ыдыстардың 40-50% сынық, жарылған, ернеуі сынған деген сияқты бір тамақтың ішінен жаңағы стеклоның несі де шыққан тексеру барысында. Осындай мәселелерге көңіл аударсаңыздар деген ұсыныс. Ұсыныс. Сол еді менің сұрақтарым. Жаңағы сіздің баяндамада қамтылмаған, баяндамада көрсетілмеген бұзушылықтар сыбайлас жемқорлық жөніндегі соны айтып өттіңіз ғой. Соларға қандай шара қолданылды, ары қарай сол ішкі аудиттердің жұмысын жандандыруға, соны болдырмауға қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай шара қолданды деген сияқты сұрақ қойды. Бүгінгі қасыңыз бір мектебі еді, мұғалім мектебі еді, содан кейін жаңағы тамақтандыру мәселесі сол бағыттағы кемшіліктер жөнінде нақты дәлелдерді көрсетіп айтып кетсеңіз. Бұл жерде енді рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде енді мына сыртқы талдаудың қорытындысы бойынша мен жаңағы бір-екі фактісіне ғана тоқталдым, қандай жұмыстар атқарылған. Сонымен қатар бұл жерде мынандай мәселе болған. Мұнайлы ауданы білім бөлімінің 11-ші мектептің педагогтың сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификатын жұмысқа қабылданған 7 педагог бойынша жаңағы шара қабылдау. Себебі қазір бізде педагог болып жұмысқа қабылдану үшін жалпы директор болып та міндетті түрде конкурстан өту керек. Негізгі бұл норма бұрындары болмайтын. Осы соңғы жылдары қабылданған норма, өйткені педагог жұмысқа келу үшін әуелі ол өзінің пәнінен біліктілік тестін тапсыру керек. Ол тестті министрлік ұйымдастырады. Одан кейін ғана конкурсқа қатысып өзінің жаңағы әңгімелесуге келу керек. Дәл осындай жаңағы сыртқы талдаудың ішінде, жаңа сіздің айтқаныңыздың ішінде сол 7 педагог анықталды. Сыртқы талдаудың нәтижесімен олардың барлығын жаңағы жою мақсатында бірден сертификаттарын тест тапсырып, өзінің сертификаттарын алған болатын. Сыбайлас жемқорлыққа осы жол берген басшыға шаралар қолданды. Мұнайлы ауданының 11-ші мектебіндегі 7 педагогқа қатысты педагог сертификатынсыз жұмысқа қабылданған туралы. Одан бөлек осы 11-ші мектепте жаңа сіз айтқан әртүрлі жағдайлар болған болатын. Бұл жөнінде енді сол кездегі 11-ші мектептің директоры жұмыстан шықты. Оның орнына қазір Іңірғалиева басқа директор жұмысын бастап жатқандықтан оған тәртіп шара қолдана алмайды. Сонымен қатар ол жерде жаңағы толық ішкі аудит жұмыстары жүргізілген болатын. Соның нәтижесімен шаралар алынды ол жерде. Жалпы сіздің айтып отырғандарыңыз өте дұрыс. Бізге қазір тек қана бұл емес, қандай да бір фактылар келіп түсетін болса, мысалы бізде көптеген арыздар түсіп жатады. Соның ішінде егер ақша жинауға қатысты, я болмаса тағы да басқа жаңағы бухгалтерлерге қатысты сыбайлас жемқорлық фактілерде болып жатыр деген арыздар түсетін болса, біз міндетті түрде бірінші өзіміз прокуратураға, сонымен қатар антикорға, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өзіміз жібереміз. Және міндетті түрде жаңағы аудит жүргізу бойынша өзіміздің әр уақытта бірінші инициатива білдіреміз. Себебі егер түскен сигналдарға біз әрқашан реакция беріп отырамыз. Сосын тамақтануға қатысты өте жақсы айтып өттіңіз. Жалпы тамақтанудың ішінде 2 комиссия құрылады. Бұл мектептің ішінде бракераждық комиссия құрылады. Оның ішінде мектеп директоры сол комиссияның төрағасы болады. Сонымен қатар оның ішінде медбике, ата-аналар, қамқоршылық кеңес, сол мұғалімдер соның ішінде жаңағы бракераждық комиссияның мүшесі бола алады. Олар күнделікті тамақтанудың барысына қадағалау жүргізіліп отырады. Сонымен қатар осы білім басқармасынан ведомствоаралық топ құрылады. Ол ведомствоаралық топта әр аудан бойынша құрылады. Жаңа сіздің айтып отырғаныңыз,
соның ішінде ағай өзіңіз де барсыз. Сол ведомствоаралық топ ай сайын мүмкіндігінше қазір мектеп асханаларын аралап тамақтанудың сапасына зерделеулер жүргізіп жүр. Әрине бұл бізге өте дұрыс көмек болып жатыр. Өйткені соның нәтижесімен бірталай асханаларды біз қазір ретке келтіріп алып жатырмыз. Әйтпесе шындығына қағазға келгенде олардың барлығы дұрыс сияқты, ал аяқтай барған кезде жаңағындай ыдыстардың шеті сынық деген сияқты тағы басқа санитарлық нормаларды сақтамау фактілері кездесуде. Бұл енді біздің әлеуметтік желілерімізге және жан жаққа жариялап отырмыз. Оның ішінде қоғам белсенділері, үкіметтік емес ұйымдар, қамқоршылық кеңестер, ата-аналары да өзінің қалаулары бойынша осы комиссияның құрамына еніп отыр. Енді бұдан басқа осы жақында ғана біз сайтқа да осы 1-2 күндікте жарияладық. Басшылық тексеру деген, басшылық қадағалау деген біз қазір бір жаңағы жүйемен жұмысты да бастадық. Енді бұрында да біз оны жасап жүрміз, бірақ соған біз жақыннан бері осындай ат қойып алдық, айдар тағып алдық та, біз аяқ астынан әрбір мектепке барып, мысалы, балалардың таңертең мектепке келуі, оны жаңа директордың қарсы алуы, кіріп шығуы, жаңағы турникетпен өтуі, сосын жаңа киімдерінің ілінуі деген сияқты асханаларда тамақтарды берілуі, ыдыстардың жаңағы сынықсыз болуы, спорт залдардағы мысалы жаңағы матрастардың бір бөлмеде тығылып жатпауы деген сияқты. Бұл енді жаңағы сөзіңіз білім басқармасы басшылығының тарапынан ғой. Иә. Білім басқармасының қызметкерлерінің де тарапынан кез келген уақытта барып қадағалау бар. Ол қадағалау бар әр уақытта да. Біз жаңадан бастадық. Біз тек оған тек жаңа айдар бердік, ал былай біз өзіміз кез келген уақытта ол өте жақсы эффект беріп отыр. Өйткені сол кезде біз алдын ала айтпай барған уақытта сол жаңа кемшіліктері көрініп отырады. Енді оның барлығын бірдей протоколдап, акт жасайтын жерін жасап, акттың соның шарасын қабылдап жатырмыз. Енді осы мына білім беру мекемелерімен тамақтандыру мекемелердің арасында қарама-қайшылық жағдайлар болды ма жақында? Әлде бәрі ойдағыдай болып жүріп жатыр? Жалпы білім беру мектептердегі тамақтандыру бойынша енді бұл конкурс арқылы жүзеге асырылады. Оны мектептер өздері ұйымдастырады. Және конкурсқа қатысқан өздеріңіз білесіздер, егер әлеуеті жоғары болатын болса, сол кәсіпкерлер жеңіп алады да сол тамақтандыруды ұйымдастырады. Бірақ біздің білім басқармасының білім беру ұйымдарының тарапынан жаңағындай қадағалаулар ұйымдастырылады. Ведомствоаралық топтың жұмысын ұйымдастыру, үйлестіру, ал мектептің тарапынан бракераждық комиссиясы күнде қадағалау болады. Ал жаңағы айтып отырған қандай да бір мәселе. Мектеп тарапынан жаңағы кәсіпкерге дұрыс тамақтандырмағаны туралы наразылық, қарама-қайшылық екі ортада конфликттер болған жоқ па? Енді мысалы ведомствоаралық топтың біз жаңағы ұсыныстарын айтқан кезде енді ондай наразылықтар болмайды, олар жасауға міндеттеме алғаннан кейін. Жаңа да айтып өттік, біздің осы жақында ғана тергеп тексеру департаментімен бірге жиналыс өткіздік, тамақтандыруға байланысты, кәсіпкерлік басқармасы қатысты, барлық кәсіпкерлер, біздің білім беру ұйымдарының басшылары қатысқан болатын. Сол кезде де осы жұмысты ескертіп айттық. Ол жерде жаңа ведомствоаралық топтың өзінің актісына байланысты болды жаңағындай ескертулер. Оны енді сол шарада, ал тек ескерту, біз бақылаушы орган емеспіз, біз ол жерде қандай да бір контрольный функция бізде жоқ.